Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli жақсылар, жаттығуда жүрміз. Сіздерге пайдалы болсын деп бір мәліметпен бөлісіп қойайын. Бір кісі ағамыз осындай бір жаттығу залына келіп, бірінен кейін бірін барлық тренажерларда жаттығу жасап жатқан ғой. Сонымен инструктор жаңағы түсіндіруші көріпті да оны. Сонан келіп айтты: "Неге жанталасып бір күнде бәрін жасап жатсың?" деп. Сіз жаңа кісі айтты: "Қарнымды кетіру керек" деп. Сөйтсе жаңағы инструктор айтты: "Қанша күн, қанша уақыт жинадың ол қарынды?" деп. "Енді 1-2 жыл кетті ғой" деп айтты. "Онда немене 1-2 жыл жинаған қарынды бір күнде кетірейін деп жатсың?" деп. "Ол сол жинаған уақытында кетеді. Сондықтан қарындарыңыз жиналып кетпей тұрып, қарын үлкейіп кетпей тұрып, жаттығуға келіңіздер иншалла. Қаншалықты үлкейіп, қаншалықты май баспаса, соншалықты жаттығу жасау керек болады. Оған сіздің төзіміңіз керек болады. Сондықтан сәл ғана шықтыма келіп жаттығу жасаңыз. Аллах тағала баршаңызға зор қуат, денсаулық берсін. Қарын байлардан емес, қарыны жоқ қарапайым мұсылмандардан болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.